Сәлем достар, сіздермен бірге мен ардайым бір ал кесе тырнысы. Бүгінгі видеода мен сіздерге әртүрлі барасыға өте жаман комментарий жазған адамдардың комментариясын көрсететін боламын достар. Мен бұл енді көбінесе орыстар комментарий жазады. Мен бұларды сіздерге аударып, қазақша аударып көрсетейін дегенмін. Яғни бұл былайша айтқанда аударылады, бірақ та кейбір сөздер аударылмай қалады. Сондықтан да мен словармен де аударып көргенде аударылмады, яғни кейбір сөздері аударылмады. Сондықтан да кешіріңіздер, бұл орысша болады. Ал енді сіздер активность танытыватсыздар, лайк, подписка қойып. Ал енді видеомызға кеттік. Бірінші комментариямыз бұл: где моя лего в Brawl Stars? Если мне не выпадает лего, я вас забаню. Так ведь нечестно, всем падают, а мне нет. Досым, егер де саған лего түспейді десең, сен өте қатты қателесесің. Себебі саған лего міндетті түрде түседі. Мен де өзімнің легомды мысалы ворон маған түспейді деп, ешқандай лего түспейді деп ойладым. Яғни бұл ворон маған 5000 кубок болғанда түсті. Яғни менің бұрынғы аккаунтымда спайк болған, скинні болған, және де Sakura спайк. Оны жоғалтып алып, мен жаңадан аккаунт бастап, маған түспейді деген ой болды. Бірақ та достар, маған да түсті. Ал енді екінші комментариямызға кеттік. Тупая игра, самая дебилная в моей жизни. Достым, егер де сен бұл ойында самая дебилная десең, онда менің ойымша ол саған ғана сондай тупой игра сияқты. Өйткені бұл ойынды қаншама мыңдаған адамдар ойнайды. Олар үшін бұл ойын өте керемет, ал сен үшін ғана жаман сияқты. Ал енді келесі комментариямызға кеттік. Почему, когда в моем команде Шелли, Нита, Культ, то в другой там Спайк, Ворон и Джин? Так нечестно, надо повесить шансы в бойцах в мегабоксе, а еще почему жетоны кончаются? И досым, сенің командаңда слабый противник болса, ол Supercell компаниясының кінәсі емес, ол яғни рандомнан напарниктер түседі. Ал жетондар бітпесін десең, ол мысалы жетондар бітпеген ол жаман деп ойлаймын. Себебі ол жетондар бітпесе, сен өзіне спокойно барып сразу 100 кубокты бір күнде, яғни 100 сундукты бір күн ішінде жинай аласың. Яғни бұл жаман деп ойлаймын. Өйткені жетондар бітпесе, сен спокойно сундуктарды жинай аласың да адамдарды түсіре бере аласың. Жетон бітетін деген менің ойымша жақсы. Ал енді келесі комментариямызға кеттік. Игра плохая, легендарку выбить невозможно. Это возможно только для донатеров. Достым, егер де легендарка түсіру мүмкін емес десең, сен қателесесің. Себебі легендарка кез келген адамға түседі. Мысалы, мен де өзімнің легендаркамды көптен бері күттім, ол маған түсті. Ал легендарка только донатерлерге түскен, достым, сен қателесесің. Бұл тек қана донатерлерге емес, жай ғана игроктарға да болады. Яғни донатерлер олар өздеріне донат етіп легендаркаларды сатып алса, ал сен сундуктан түсіре аласың. Ал біз келесі комментариямызға кеттік. Самая дебилная, мне в 1 месяц ничего не падает. Досым, егер де сен мұны ең жаман ойын десең, қателесесің. Себебі бұл ойын көптеген миллиондаған адамдарға ұнайды. Ал саған бір-екі ай бойы ештеңе түспесе, онда бір күні түсуі мүмкін. Мысалы, маған да уже бір ай бойы ештеңе түспеді. Соңғы кезде маған соңғысы Пайпер ғана түсті. Ал біз келесі комментариямызға кеттік. Спасибо всем разработчикам, что исправили все нервы игрокам. Я вам за это заплачу. Достым, егер де сен бұл ойын көбісін нервсан құртты десең, сен қателесесің. Керісінше бұл ойын көп адамға бақыт пен қуаныш сыйлады. Ал бұл сен үшін ғана нервіңді құртты деп ойлаймын. Ал көп адам үшін бақыт сыйлады бұл ойын. Ал біз келесі комментариямызға кеттік. Чего сезон сливает кубки? Верните, вообще сезон не сливает. Достым, егер де сезон кубоктарды алмаса, бұл менің ойынша қызықсыз деп ойлаймын. Себебі сен сезон біткенде сенің кубоктарыңды алмаса, сен спокойно кубоктарыңды жинай бересің, ал сезон сенің кубоктарыңды алмайды. Ал онда ойнаудың ешқандай да мәні жоқ деп ойлаймын, себебі сенің кубогыңды алмаса. Ал енді біз келесі комментариямызға кеттік. Как маю играть? У меня 0 кубков, нет Шелли, как я маю играть? Достар, егер сенде 0 кубок болса, сенде Шелли болмаса, сен менің ойымша өтірік алдайсың. Достар, комментарияға жазыңыздар, бұл бала өтірік алдап тұр ма, әлде шын айтып тұр ма? Менің ойымша өтірік айтып тұр, себебі бүкіл адамда Шелли болады. Ал достар, сіздерге кімге бұл видеодан лайк басымен қолдап отырыңыздар. Достар, бұның екінші части шықсын десеңіздер, лайк басымен қолдап отырыңыздар. Ал енді подписаться, мына бір қызыл кнопкаға басып подписаться енді басуды ұмытпаңыздар. Даже ворон айтып тұр, лайк басыңдар деп. Ал достар, лайк басымен қолдап отырыңыздар, барлықтарыңызға не деймін енді, сау саламатта болыңыздар.